саламатсыңдар ма? Бүгін 160-шы сабақты өтеміз. Фигураларды ажыратып және оларды саламыз. Бірінші тапсырмада сұрақ берілген және зерттеу жүргіземіз. Келесі, екінші тапсырма. Дәптеріңе торкөз бойынша симметриялы пішіндер сыз. Кітаптағы фигураны дәптерімізге сызып аламыз. Енді оған симметриялы пішін сызайық. Мұнда бір торкөз ғана алынды, мұнда да бір торкөз аламыз. Енді бір торкөз төмен түсеміз. Дәл мынау қалай сызылып тұр, дәл соның керісіншесін сызамыз. 2 сантиметр және төменге 2 торкөз. Және қосамыз, мінекей. Біздің симметриялы пішініміз сызылды. Ал енді екінші фигурамызға келейік. Бұл бізде шыршаның жарты беті, енді осының екінші жағын саламыз. Төменге 2 түскен, былайынан 2 торкөз. Төменнен 2 аламыз, былайынан 2, енді мына 2 жерді қосамыз. Енді бір торкөз былай саламыз, міне, ішке қарай. 2 торкөз төмен түсіп, мына жақтан 3 торкөз ары сызамыз. Демек, мына екеуін қосамыз. Келесі бір торкөз ішке және сыртқа. Енді 2 торкөз ішке сызамыз. Және бір торкөз сыртқа, ішке және мұнамен қосамыз. Мінекей симметриялы екінші жағымыз шықты. Келесі тапсырмамызға көшейік. Тік бұрышқа іргелес жатқан қабырғаларының ұзындығы 6 см және 4 см болатын тік бұрышты үшбұрышсыз атауын жазып, қалған бұрыштарын өлшеп, градустық өлшемдерін жаз. Іргелес жатқан 2 түзу сызамыз. 6 см және 4 см етіп, енді тік бұрышты үшбұрышсыз деген, енді мына екеуін қосамыз. Мінекей, бізде сонда тік бұрышты үшбұрыш шықты. Енді мұнда бұрышымыз бұл бізде 90 градусқа тең. Әрдайым бұл 90 градус. Енді қалған мына екі жағын өлшейік. Транспортердің көмегімен өлшесеңдер болады. Мына жақ бізде 35 градус. Ал мына бұрыш 55. Біз білеміз, үш бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180-ді береді. Яғни 35-ке қосамыз 55-ті, оған 90-ды қостақ, бізде 180 градус шығады екен. Енді оған атау берілген. Мысалға, АОС бұрышы. Есептің шартына сәйкес барлық ақпараттарды жазып шықтық. Есебіміз шықты. Келесі есепке көшейік. Фигуралардың ауданын есептеу қажет. Кітаптағыдай етіп, фигурамызды сызып аламыз. Енді осының ауданын табу керек. Ауданын табу үшін алдымен мына бөлікті біз қырқып аламыз. Мына бөліктің ауданын және мына бөліктің ауданын жеке-жеке тауып, сосын екі ауданды қосақ, жалпы фигураның ауданы шығады. Бірінші, мына ұзындық А бізде 5-ке тең, мына жақ 4-ке тең. Енді S тең 5 көбейтілген 4. Ол бізде 20 сантиметр квадрат болады. Енді мына бөліктің ауданын табамыз. Мына ұзындығы 3-ке тең, мінекей. Ал мына ұзындық 2-ке тең. Міне 2, мынау да 2-ке тең болады. 1 деп қойайық, S 2 деп қойайық. 3-ті 2-ге көбейтеміз. 6 сантиметр квадрат. Енді жалпы фигураның ауданын табу үшін, яғни пішіннің ауданын табу үшін S1-ге S2-ні қосамыз. Яғни 20-ға 6-ны. Сонда 26 сантиметр квадрат болады. Келесі екінші пішінімізді сызып аламыз. Мұны да алдыңғы есепке ұқсас етіп, мына жерінен кесіп алып, мына жағын бір өлшеп, мына жағының ауданын бір тауып аламыз. Енді S тең болады
Мынаның ұзындығы 11, ені 2-ге тең. 11 көбейтілген 2 тең 22 сантиметр квадрат болады. S1 деп қояйық. Енді S2. Мына бөліктің ауданын табамыз. 7-ні 2-ге көбейтеміз. 14 сантиметр квадрат. Енді 2 ауданды қосамыз. 22-ге 14-ті. 36 сантиметр квадрат болады. Демек, есебіміздің жауабы мына берілген фигураның ауданы 36 сантиметр квадратқа тең. Есебіміз шықты. 5-ші тапсырма. Жаңа мектепті жабдықтау үшін шебер 3 сағатта 72 оқушы орнын дайындай алады. Ал шәкіртіне болса 2 есе артық уақыт кетеді. Екеуі бірге 144 оқушы орнын қанша уақытта жабдықтайды? Соны анықтаймыз. Есепті шығару үшін алдымен екеуінің де 1 сағатта қанша орынды жасай алатынын анықтаймыз. 72-ні 3-ке бөлейік. 24. Яғни бұл шебердің жұмыс өнімділігі. 72-ні 6-ға бөлеміз. 12. Бұл шәкіртінің жұмыс өнімділігі. Неліктен 6-ға бөлік? Себебі есептің шартына шәкіртіне 2 есе артық уақыт кетеді. Яғни 3 сағаттан шеберіне кетсе, шәкіртіне 6 сағат кетеді. Енді осы 2 жұмыс өнімділіктерін қосамыз, сонда 36 болады. Яғни бұл шебер мен шәкірттің жұмыс өнімділігі. Енді 144 орнын қанша уақытта жасау алуын табу үшін 144-ті 36-ға бөлеміз, сонда 4 сағат болады. Есептің жауабы екеуі бірге 144 оқушы орнын 4 сағаттар жабдықтайды. 5-ші тапсырманың тапсырмасын шығарайық. 2 қаланың арақашықтығы 750 километр. Оқушыларға арналған туристік автобус бұл арақашықтықты 15 сағатта, ал автотурист 10 сағатта жүріп өтеді. Егер екеуі 2 қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы жолға шығатын болса, қанша сағаттан кейін кездеседі? Яғни уақытты анықтау қажет. Бірінші, 750-ді 15-ке бөлеміз. 50 шығады. Бұл бізде автобустың жылдамдығы. Енді келесі 750-ді 10-ға бөлеміз. 75. Бұл автотуристің жылдамдығы. 2 жылдамдықты қосамыз, сонда 125 километр бөлінген сағат шығады. Енді жалпы уақытты анықтау үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Сонда 750 бөлінген 125 тең 6 болады. Есептің жауабы 6 сағаттан кейін кездеседі. Есебіміз шықты. Енді 6-шы есепті шығарайық. Егер Арман өрнекті амалдардың орындалу реті бойынша жазған болса, онда оның қандай өрнекті есептегенін тап. Неке балалар, алдымен 42-ні 6935-ке көбейтеміз. Сонда көбейтсек, мына жердегі сан шығады. Яғни 291.270. Оны 15-ке бөлсек, мына жердегі сан шығады. Демек, енді бізде кітапта мындағы бос орынға өрнек жазуымыз қажет. Мінекей. Мынадай етіп өрнекті жазамыз. Оның мәнін табу міндетті емес. Егер де мәнін тап десеңіздер, олардың мәні мынаған тең болады. Өз жауаптарымен салыстырыңдар. Осы есептің тапсырмасына келейік. Бірінші, 180.540-ты 306-ға бөлсек, 590 шығады. 456-ны қосамыз 989-ға, сонда 1445 шығады. Енді 2 шыққан манды көбейтеміз, мынадай сан шығады. Енді кітапта мұнда бос орын тұр ғой, өрнекті жаз деп. Ол жолға сендер мынаны жазып қойсаңдар болады. Сонда өрнектің мәні 852.550-ге тең болады. Есебіміз шықты. Келесі 7-ші тапсырма. Сөздерді оқып көр. Кейбір әріптерді симметриялы өсі бар дейді. Дәптерімізге дәл осыны сызып аламыз, және мынаған керісінше симметриялы жағын сызып аламыз. Сонда біріншісінен көк, келесі жөн, және көз сөз.
Мұндағы әріптердің барлығының екінші симметриялы жағы бар. Сонда бізде көк, жөн, көз, сөздері шығады. 7-ші тапсырмада да дәл кез келген сендер сөздерді аласыңдар дағыны, соның екінші симметриялы өсі арқылы екінші жағын сызып, сыныптастарыңа көрсетсеңдер болады. Енді 8-ші тапсырмада айтады. Бұл жерде симметриялы өс айна тәрізді диагональ бойынша орналасқан. Фигуралардың айнадан қалай көрінетінін бейнеле. Балалар, бұл тапсырмада мына жерге біз айнаны қойып, қалай орналасатынын тексерсеңдер болады. Немесе мен қазір сендерге сызып көрсетейін. Мұнда ұзындығы 4, демек айна мен былайнан айна өсі болса, ол былайнан түседі. 4, былайнан 3, мінекей. 3, 2 және 1. Енді осыны қосамыз, және мына нүкте мұнда түседі. Мінекей, мына жердегі пішін айнадан осылай көрінеді екен. Келесі тапсырманы шығарайық. Дәптеріңе симметриялы фигуралар сыз. Мына фигура берілген. Енді қараймыз. Мына 3 см, мына жақтан да 3 см аламыз. Енді осы екі нүктені қосамыз. Енді екінші жағынан біздің симметриялы пішініміз шықты. Келесі, мына жақтан 4 см, 1, 2, 3, 4. Мына жаққа дейін кетеді. Енді мына жақтан 1 см, демек былайынан 1 см дағыны мына екі нені қосамыз. Өлшемді мінекей, осылай біздің симметриялы фигураларымыз шықты. Барлық 9 есепті түсіндіріп, талдап шықтық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.